Ассалаумағалейкум, құрметті менің YouTube көрермендерім. Балаға массаж жасап жатқан кезде массажистің қателіктері. Лайк басып каналға тіркеліп алыңыз, қазір айтам қандай қателіктер екен. Басыңыза? Бастай? Басын ба? Давай, бастаймыз. Дегесін ба? Короче, массажистердің қателіктері, ең алдымен қателігі массаж жасап жатады ғой балаға. Сол кезде бала жылап кетеді. Ол жылағанына қарамай, ештеңе етпейді деп до конца жасай береді да, шеше. Көндіріп алу керек баланы, мамасына бер, көндіріп басын. Или кішкене емізіп басын. Немесе ойыншықпен алдап тұрсын. Мамасы да отырады бейтіп, қасында бейтіп. Бала жылап жатса. Алдаса кішкене. Отвлекать ет, шыңғырлақ ойыншықпен не қыл? Шыңғырлақ ойыншық жоқ дейді. Естиді мәне дейді ғой бұлар. Көрем мәне дейді. Естиді ғой, неге естімейді? Көрмей ақ қойсын, хотя естиді ғой, жылап жатқан кезде отвлекать етеді ғой. Ойыншық алып қой шыңғырлақ үйіңе. Массажист соны айту керек та мамасына. Екінші қателік. Сосын балаға гипертонус, мысалы да, гипертонус тырысады. Соған массаж жасап жатыр. Мыжғылайды ғой, от души анан ше. И от души ЛФК қосады. Өзі тырысып жатыр да денесі. Одан сайын давивать етеді анаған. Дұрыс емес ол. Одан сайын қатайып кетеді ғой. Гипертонустың массажы асықпай жасау керек. Созу, босату арқылы. Бұлшық етін босату керек. Түсіндіңіз ғой, тырысып тұр ғой. Асықпай алақан жасасын. Мына жерлерін асықпай босатсын, ашсын, тырысып тұрады ғой. Көрдіңіз ғой, асықпай жасасын, асықпа, қолына көбірек мән берсін. Мыжғылап жасайды. Одан сайын қатайтып жібересің бұлшық етін. И так қатты болып тұр ғой. Сондай қателіктер жібермеу керек. Түсіндіңіз ғой да? Сосын тағы да қателіктер баланың аяғын көгертіп алып жатады кейбір массажистер. Бір қолымен ұстайды, екінші қолымен массаж істеп жатады ғой. Сол кезде мына қолымен қатты басып жібереді аяқтарын. Сөйтіп кейін қараса көгеріп қалады бүйтіп. Нүкте болып ше, андай қолдың іздері тұрады. Осыған да мән беру керек. Мына әдейі қатты басып жатқан жоқ. Мән бермейді да, бар қолы, бар вниманиясы мына қолында. Мына қолын ұмытып кетеді. Қатты басып тұрған. Оқалайды. Сондықтан осыған да мән беріп қарауымыз керек. Осындай қателік жібермеу керек. Түсіндіңіз ғой да? Түсіндіңіз ба? Лайк басыңызды айтпақшы. Сіз әлі баспағасыз ғой. Бұлғай сасқаныңыз. Сосын тағы массажистің қателігі баланы, то есть қолын жумайды кейбір массажистер. Соған да мән беріңіз. Сондай қателік жүрмеу, қол жуу керек обязательно. Тағы бір қателік, пупочный грыжа болса, массаж істейді, әңгіме жоқ. Лейкопластырь жабыстырып қояды да. И тиын. Кәдімгі тиын бар ғой, 100 теңгелік. Дұрыс емес ол. Раздражение беріп жүреді. Лучше тейп жабыстыр, тейп мынандай. Аптекада бар ғой, или спортмастерде. Тейптің сыртынан бандаж тақ. Сосын массаж жасаған кезде мойнын уқалауға болмайды. Сондай мойнын уқалайтын, қолтығын уқалайтын массажистер бар. Мына жерін сығып береді кейбір массажистер. Омырауын ше. Ол да дұрыс емес. Сондай қателіктеріне мән беріңіз массажистің. Түсіндіңіз ғой да? Сосын тағы бір қателігі, массажист баланың мойнын созып береді кейбір массажистер бүйтіп. Басын көтереді. Дұрыс емес бұл да. Не істеп жатсың шырағым? Қой баланы да. Көтермей олайды. Массажистке айт. Сондай қателіктер жібермесін. Егер ақпарат пайдалы болмаса, лайк басып каналға тіркеліп алыңыз. Қазір байқасаңыздар, күн салқын балада жөтел, қақырық көп қырылдап тұратын еді. Оны өздігіне шығара алмайды. Оны бір жасағаннан шығарып тастауға болады. Мен арнайы сіздерге арнап сабақ дайындап қойдым. Менің сабағыма қарап, кәдімгідей 5 минуттың ішінде баланың қақырығын шығарып тастасаңыздар, жөтелі де азайып күшті болып қалады. Ол сабақты алу үшін экранда көрсетілген номерге 3000 теңге аударып жіберіңіз. Кәсіби халық банк бәрі осы номерде, WhatsApp-та. И WhatsApp-қа чек жіберсеңіз, сізді сразу сабаққа қосып қоямын. Алып алыңыз осы сабақты балаңыз үшін. Егер қақырығы болса да, келесі сабақта жолыққанша.